Сабағымыздың жалғасы. Субтропиктік белдеу. Онда ауыспалы қалды, мәңгі жасыл және қатқыл жапырақты ормандар мен бұталар, шөлейт жөл табиғат зонасы бар. Ауыспалы қалды ормандар Еуразияның шығысында, Солтүстік Американың оңтүстік шығысында кездеседі және Бразилияда. Қатқыл жапырақты ормандар жерорта теңізі жағалауында. Жыл бойы жапырағы тасталмайды. Жапырағы шағын, қатты, беті жылтыр келеді. Шөл және шөлейт зонасы біртұтас зона, тропиктер шөл-шөлейттің жалғасы болып келеді екен. Келесі белдеу қоңыржай белдеу. Қоңыржай белдеуде шөлейт шөл, дала және орманды дала табиғат зоналары бар. Шөл Азияда, Солтүстік Америкада таралған. Табиғат қатал. Жазыстық +50 градус. Қысы -30 градусқа дейін барады. Ылғалдың мөлшері 200 мм-ден кем. Осы белдеуде ксерофиттер және эфемерлер тіршілік етеді. Ксерофиттер дегеніміз құрғақшылыққа төзімді өсімдіктер. Эфемерлер аз уақытта гүлдеп, тұқымын шашып үлгеретін. Мысалға, біздегі қызғалдақ гүлі. Жануарлардан жылан, кесіртке, ақбөкен және қарақұйрық кездеседі. Дала зонасы. Шөптегісін өсімдіктер басым. Топырағы құнарлы қара топырақ. Ғасырлар бойы егіншіліктің нәтижесінде табиғат зонасы түгелдей дерлік өзгерген. Келесі табиғат зонасы орманды дала зонасы. Топырағы күлгін. Жануарлар дүниесіне өте бай. Тиын, түлкі, бұлғын, бұлан, елік, құр кездеседі. Өсімдіктен жалпақ жапырақты және қылқан жапырақты ормандар. Жалпақ жапырақты орманда шамшат, емен, жөке ағаштары. Қылқан жапырақты ормандарын тайга деп атайды. Онда қарағайдың және шыршаның түрлері. Бал қарағай, май қарағай, самырсын тағы сол сияқты. Келесі субполярлық белдеу. Субполярлық белдеу тундра және орманды тундра зоналарына бөлінеді. Тундра зонасына мүк қына және аласа бұталар өседі екен. Жануарлардан бұғы, түлкі және поляр қасқыры кездеседі. Орман тундра зонасында тізеден келетін ормандар, яғни аласа, жатаған, қайыңдар өседі екен. Келесі полярлық белдеу. Полярлық немесе мұзды шөл зонасы. Бұнда итбалық, морж, ағаю солтүстігінде, ал Антарктидада пингвин тіршілік етеді екен.